Қалайсыңдар достар, сіздермен бірге Дума, және бүгін біз Майнкрафттың ішінден Грэннидің үйін салатын боламыз. Кет! Так, мінеке пайда болды. Енді ой-ой, лактарды қара. Нормальный жер іздейміз. Так. Табайын деп қалдық па дейін десем, ой-ой, табылмайды ғой. Так, мынау ше. Жоқ, мына жерде болмайды. Так, примерно осындай жер керек қой бізге қазір. Нормальный лауын, бірақ кішкене дәурегін табып алу керек. Да ё-моё, қақтың табам мен ондай жер. О, мен нормальный жер пайда бола бастады міне кішкене. Так, қазір. Міне бір-екі ағаш көрінді. Ой, ё-моё, мына ағаштар болмайды ғой бірақ. О, міне орман көріне бастады. Блин, жоқ, тоқта. Мынау джунгли ғой, ә? Ой, ё-моё, мынау джунгли ғой. Маған джунгли керек емес, маған нормальный орман керек. Мынау қажет тағы. О, достар, мен таптым деп ойлай. Жоқ, болмайды. Наер болото бар наерде. Достар, міне наер болады, примерно осы жер болып қалады шығар. Так, енді жер тексейміз. Так, хоп. Ой. Хоп. Now. Наерге. Достар, өздеріңіз барлықтарыңыз білесіздер, что Грэннидің үйі дәу болғанда прям дәу. Сол үшін Грэннидің үйін дәу қылуымыз керек. И сол үшін жердің бәрін тегістеп, бірдей қылып шығу керек. Достар, мен ақмақпын, таза бар ғой. Өйткені менге жаңадан бері сөйлеп атырым сіздерге, сөйтсем менің микрофоным өшіп қалған екен. Короче, мен айтқаным мына жерден темір ағашпен, ой, ё-моё, темір ағаш деппін ғой, темір есікпен не салып қоямыз? Есіктерді. Так, есептеп қараған кезде, примерно кірген кезде, осы жерде, наерлерде примерно лестницасы болады, не? Грэннидің. Так, онда лестницаны тауып алайық. Біз лестница қайырды дөз. Так, наң ішінде қой деме, лестница. Мынау бола ма? Жоқ, тоқта. Міне мына лестница болады, примерно осы. И потом міне мынау болады. Так, осы жерде болды ма лестница? Осы жерге қойық онда. Так, примерно осы жерде болатын болса, онда наердің бәрі стена болады ғой. Наерге стена қоямыз. Так, стенаны 2 метр қылсақ, 3 метр қылсақ болады, осындай. 3 блок, значит. Так, оның апаның кухнясы да ондай ұзын емес, походу, е? Сол үшін оның кухнясын кішкене. Так, осы жерге созайық. Былай, на жерге созайық, жарайды. И потом осы жерге алып келіп,
Так, бұрышта, апаның бұрышында, үйінің бұрышында, так, мына жерде холодильник тұратын, иә, значит, былайынан жібере берейік. Так, апаның үйінде мына жерінде холодильник тұратын, иә, значит, мына жерге бірдеңе алып қоюымыз керек, холодильник жасайық қазір. Так. Ой, тоқта, былайынан. Оп, міне. Холодильник дайын болды. Былайынан да қоя салайық, біреуін, оп. Мінекей холодильник дайын, енді. Так, бұлай ұзыннан қоямыз. Мына жерде стол тұрады, иә, походу стол тұрады осы жерлерде. Ой, достар, ұмытып кеттім ғой, мен мына жерде примерно осы жерлерден былайынан алып келсек, тоқта. Так, относительно мына жерге примерно осы жерлерде, достар, не болатын еді? Ойық болу керек, өйткені біз подвалға түсуіміз керек қой. Подвалдың ойығы болады осы жерде. Мен, достар, бірінші астыңғы комнатаны салып кетейін, сол кезде мен видеоны жалғастырамын. Осымен, достар, мен бүгінге жетті ойлаймын. Егер видеом ұнаған болса, онда өздеріңіз лайктарыңызды қойып, каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ал егер видеоны жалғастырғанды қаласаңыздар, онда жалғастыр деп комментке жазып кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға чао!